Баршаңызға қайырлы таң. Бүгінгі күніміз больницадан басталды. Балам ауырып жүргеніне 1 апта болды, бірақ жөтеліміз кетпей жатыр. Содан қатты уайымдап бүгін врачқа келдім. Суббота болса да бізде медиктер жұмыс жасайды. Енді дала деген аяз болып тұр ғой, кәдімгідей саусағыңды шығарсаң тоңып қаласың. Баласы ауырса бас тимей қалады, аналар болады, тура мен соның бірі менмін ғой, не істеп не қойғанымды білмей. Сразу мамама звондап ақылдасам, мама не істеймін, мама не қылам деп, кәдімгідей бірінші рет ауырып жатқан сияқты сондай потеря болып қалам ғой. Сондай ата-ана жалғыз мен ба, или елдің бәрі сондай ма, жаза кетіңіздер. Не болса да балама сорпа істеп берейін дедім. Себебі күріш, вермишель, ондай тамақтарды мүлдем жемейді ғой. Котлет, осындай етті ғана жейді. Бар білгенімді істеп жатырмын, компот та жасап беріп жатырмын. Содан кейін кішкене осылай фрукты беріп, врач айтты, кішкене бала отырмай, ары бері жүгіріп ойнаған, өзіне жақсы, сол кезде мокротасын барлығы түседі деп. Бәрі дүйсенбі күні дайын болады. Егер дұрыс болмаса, врач антибиотик беруімізге тура келеді.